Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін менімен бірге 3-ақ ингредиенттен дайындалатын осындай қазақтың ұлттық тағамдарының бірі қуырдақты дайындап көріңіздер. Ең алдымен қазанымызға май қойып, майымызды қыздырып аламыз. Қызған майдың үстіне картоптарымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Бір жері ғана күйіп кетпеу үшін осылай қайта-қайта араластырып отыру қажет. Картоп қызара бастаған кезде майымыздан сүзіп аламыз, бірақ та ескере кететіні оның іші мүлдем піспеген. Барлығын сүзіп болған соң отымызды өшірместен дәл осы майға қойдың қабырғаларын салатын боламыз. Ешқандай су құюдың қажеті жоқ, өзінің суында пісетін болады, және де арасында осылай араластырып тұру қажет. Алдымен етімізді 5 минут қатты отта қуырамыз, содан соң 1 сағатқа баяу отқа қойып бұқтыратын боламыз. Бір сағат өткен соң пиязымызды салып тағы да қуырып алатын боламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын саламыз. Пиязбен бірге қуырылған кезде осындай әдемі түске енеді. Осы кезде бетіне жаңа қуырылған картоптарымызды қойып, тағы да 25-30 минуттай бұқтырамыз. Осымен біздің қуырдағымыз дайын болды. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға ас болсын.